Баршаңызға қайырлы күн, есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қазіргі таңда ерекше хит болып жатқан карамельді бәліш дайындаймыз. Ауызда ериді, жүрегіңізді жаулайды, қонақтарыңызды таң қалдырады. Ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Оның үстіне 10 грамм қамыр қопсытқыш қосуымыз керек. Қарапайым таразылар аз граммдарды дұрыс өлшемейді, сондықтан таразыны обнулять етпей, сол жерде тұрған санға 10 грамм қосып есептегеніңіз дұрыс болады. Кейбір қопсытқыштар түйіршік болып тұрады, олай болса електен өткізіп қосыңыз. Он мен қопсытқышты мұқият араластырамыз. Келесі кезекте тоңазытқыштан шыққан салқын сары майымызды ірі үккіштен өткіземіз. Яғни бәлішіміздің песочный, үгітіліп тұратын қамырын дайындаймыз. Үккіштен өткізу барысында майды ұнға аунатып отыру қажет. Енді ұн мен майды қолымызбен өзара үйкелеп крошка жасаймыз. Осындай сап-сары әдемі крошка шығады. Енді сұйықтығымызды дайындаймыз. Бір ыдысқа қантымызды, 2 сарыуызымызды, сұйық майымызды қосып, шанышқымен мұқият араластырамыз. Дайын болған сұйықтығымызды крошкамыздың үстінен қосып, қамырымызды біріктіреміз. Ұзақ илеудің қажеті жоқ, қамыр біріксе жеткілікті. Қамырды тым ұзақ илеп жіберсеңіз, құрамындағы майлары еріп, үгітілмелі құрылымы жоғалып, қамыр қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан қолымызбен сұйықтықты біркелкі етіп таратып, жай ғана біріктіреміз. Бұл қамыр әмбебап, үгітілмелі қамыр көптеген бәліштерге қолдануға болады. Мысалы, бәріміз жақсы көретін банофи пай бәлішіне және хит болып жүрген восточный пирог, яғни шығыс бәлішіне керемет елесетін қамыр. Құрметті менің сүйікті алтындай көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Мен ұсынған рецепттермен дайындап жүрсеңіз, видео пайдалы болса, тегін лайктарыңызды аямай басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Әрбір пікір, әрбір лүпіл мен үшін өте маңызды. Ал жаңа көрермен болсаңыз, алда шығатын пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Қамырымыз дайын болды, осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Оны бірден формамызға жайғастыратын боламыз. Қолымызбен барынша біркелкі етіп жайғастыруға тырысамыз. Менің формамның диаметрі үлкен, 28 сантиметр, бірақ биіктігі аласа. Сондықтан сіздің формаңыздың диаметрі 24-26 сантиметр аралығында болса және биіктігі жақсы болса, осы рецепті өзгертпей қолдана беріңіз. Сонда сіздің бәлішіңіздің биіктігі менікімен салыстырғанда биігірек болып шығады. Артық болған қамырды өткір пышақтың көмегімен кесіп алып тастауға болады. Артылып қалған қамырмен бәлішіміздің беткі бөлігін әсемдейтін боламыз. Салмамыз дайын болғанша форманы тоңазытқышқа қоямыз. Артылған қамырымызды 2 пергаменттің арасына қойып, оқтаумен жұқа етіп жайып аламыз. Жайылған қамырымызды астына тегіс қатты нәрсе қойып, мұздатқышқа жібереміз. Салмамыз дайын болғанша мұздатқышта тұрады. Салмамыз үшін 3 ингредиент қажет: жоғары сапалы қайнатылған, қойылтылған сүт, жұмыртқа және майлылығы жоғары кілегей. Мен осындай түрін қолдандым. Қай маркаларды қолдануға кеңес беремін, видеоның астына жазып кетемін. Барлық ингредиенттеріміз жылы болса жақсы араласатын болады. Қайнатылған, қойылтылған сүтімізге жұмыртқаны бір-бірден қосып, мұқият араластырамыз. Қаласаңыз, венчикпен де араластыруға болады.
Кейін кілегейімізді құйып араластырамыз. Яғни барлық ингредиенттер өзара араласса жеткілікті, ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ. Осындай сұйықтау масса шығады. Байқасаңыз, ішінде майда варенканың түйіршіктері бар. Пісу барысында олар еріп кетеді. Менде керек емес сәтте перфекционизм қосылып кетті. Осы түйіршіктер болмау үшін массаны електен өткізіп құйдым. Ол мүлдем міндетті емес. Пісу барысында бұл түйіршіктер жоқ болып еріп кетеді. Жұмыстарыңызды қиындатпаңыздар. Ең қызықты сәтке де келіп жеттік. Менде осындай әдемі жүрек формасы бар екен. Мұздатқыштан шыққан қамырымызды осы форманың көмегімен кесіп, бәлішімізді әсемдейтін боламыз. Кез келген өзіңізде бар форманы қолдана беріңіз. Немесе қамырды жаймай, дөңгелек етіп қатырып, үккіштен өткізіп әсемдесеңіз болады. 160 градусқа дейін қыздырылған пеште 30-35 минутта пісіп шығады. Пісу барысында осылай биік болып көтеріледі, кейін суыған соң басылып қалады. Бәлішіміз әдемі болып пісіп шықты. Енді ең қиыны оның суығанын күту. Бөлме температурасында толықтай суытамыз, содан кейін ғана формасынан шешеміз. Ыстық шайымызды құйып, отбасымызбен жиналып, өте дәмді бәліштен ләззат аламыз. Бұл бәліш тым тәтті емес, өзіне тән сондай сливочный тәттілігі бар. Қаншалықты керемет екендігін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Жайдан жай хит болып жүрген жоқ, хит болуға тұрарлықтай десерт. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіз, ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Осы рецептпен толыққанды тапсырысқа дайындасаңыз да болады. Еңбегімді бағалап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Дастарханыңыздан дәм үзілмесін. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.